Сарбас плюс жобасына My Army KZ сайтынан қалай өтінім береміз. Ол өте оңай. Саулықтан тілеймін жігіттер, сендермен бірге 78-460 әскери бөлімі Сарбас плюс жобасының сарбазы мен қатардағы жауынгер Фахриддин Досым. Біздің инстаграмға қазір көп деген сұрақтар келіп жатыр. Осы Сарбас плюс жобасы бойынша отан алдындағы борышымды қалай атқарсам болады деген. Бұл сұрақтың жауабы өте оңай. Алайша бұл видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен myarmy.kz сайтына кіресіз, мерзімдік қызмет бөлімін таңдап, Сарбас плюс жобасы бойынша ақпаратпен танысасыз. Одан кейін төменге түсіп, қызмет еткім келеді батырмасын басасыз. Өтінім түрін таңдап, өзіңіз туралы толық ақпаратты енгізесіз. Келесі қадамда 78-460 әскери бөлімін таңдап, сауалнамаларға жауап беріп, жіберу батырмасын басасыз. Осылайша сіздің өтініміңіз жолданып, өтінім 2 немесе 3 жұмыс күні ішінде қаралады. Нәтижесі бойынша сізге 1414 нөмірінен SMS хабарлама келеді. Мінекей жігіттер, бәрі жылдам, сіздермен бірге болған Сарбас плюс жобасы, біргеміз, мықтымыз.